Ерекше жануар еркек арыстан мен ұрғашы жолбарыстың будандасуынан пайда болған. Қазіргі таңда лигр мысық тұқымдастарының ішінде ең ірі түрі болып келеді. Оның ата-анасы екі түрлі және жабайы табиғатта бір-бірімен жолықпайтын болғанына қарамастан, екеуі бір пантералар тұқымдасына жатады. Сондықтан бұл екі жыртқыштан ешқандай генетикалық ауытқулар болмай, дәл осында алып лигрдің пайда болуына мүмкіндік береді. Лигрдің ұзындығы 4 метрге жетуі мүмкін, ал салмағы 300 килограммнан асады. Демек бұл қазіргі арыстандардан 2 есеге үлкен болып келеді. Қазіргі таңдағы ең үлкен Геркулес атты лигрдің салмағы 450 килограммды құрайды. Лигрлердің сыртқы келбеті бұрын соңды жойылып кеткен үңгір арыстанын еске түсіреді. Тигон бұл да арыстан мен жолбарыстың будандасуынан пайда болған мысық. Бірақ оның ата-анасы еркек жолбарыс пен ұрғашы арыстан. Тигондар дене бітімі жағынан әлдеқайда кіші болады. Олардың салмағы шамамен 150 килограммды құрайды. Зоологтар тигонның лигерге қарағанда жабайы табиғатта оңай өмір сүре алатынын айтады. Мысық тұқымдастары өте көп және дәл осындай гибридтің тағы бір түрі. Леопон еркек леопард пен ұрғашы арыстанның будандасынан пайда болған. Леопонның бас бөлігі арыстанға ұқсайды және кішігірім жалы бар. Ал қалған дене бөлігі толықтай леопардтың денесіндей болады. Ягуарда бұл ортадан қалыспайды. Еркек ягуар мен ұрғашы арыстаннан дәл осындай ерекше мысық пайда болады. Бірақ бұлар өте сирек кездесетін гибрид. Қазіргі таңда бұл түрдің тек екеуі ғана бар. Олар Канададағы арнайы бақта тіршілік етеді. Енді кезекті басқа жануарларға да берейік. Мысалға, зеброид еркек зебра мен жылқының будандасы. Ең алғашқы түрін 1815 жылы жасады. Зеброидтар жабайы өмірге жақын болып келеді. Қолға үйрету қиын, олар өте агрессивті. Ғалымдардың қиялында шек жоқ. Ақ аю мен гризли аюлары генетикалық тұрғыда бір-біріне өте жақын келеді және екеуінің будандасынан осындай ерекше гуралар атты аю пайда болды. Оларды арнайы бақтарда және жабайы табиғатта да кездестіруге болады. Бұл жануарды жасанды ұрықтандыру арқылы 1998 жылы жүнін алу мақсатында шығарды. Кама деген атауымен бұл қызықты жануар бір өркешті түйе мен ламаның будандасуынан пайда болған. Нарлуга ұрғашы нарвал мен еркек белуқа киітінің жұптасуынан туған будандар. Бұл түр ең алғаш 20 ғасырда көзге түсті. Зерттеушілердің айтуынша, оның алдыңғы дене бөлігі белуқа киітіне, ал құйрығы нарвалға ұқсайды. Бифало бұл бизон мен сиыр будандасуынан пайда болған. Олар 20 ғасырдан бері белгілі. Өкінішке орай, ғалымдар таза тұқымды жабайы бизондардың осындай будандастыру нәтижесінде аз қалғанын хабарлайды. Дәл осылай сиырдың жабайы қодаспен будандасуынан қайнақ пайда болады. Бұл гибрид сиырлар мен қодастарға қарағанда үлкенірек және күштірек. Қайнақ Тибет пен Моңғолияда еті мен сүті үшін бағаланады. Оған әлі ат қойылып, ғылыми түрде расталмаған. Арқар мен қойдың табиғи будандасуының нәтижесінде шыққан қойдың жаңа түрі. Бірақ қазірдің өзінде қызығушылық білдірген ғалымдар мұның тың жаңалық екендігін мойындап отыр. Ол қойдан гөрі арқарға көбірек ұқсайды. Қысы қатал өңірде қар үстінде қоздап жүре береді. Қойға қарағанда етті келеді. Бұл жаңа қой түрі өзіміздің Тарбағатай ауданының Ақсуат ауылындағы шаруашылықтардың бірінде пайда болды. Осымен біздің видеомыз өз мәресіне жетті. Видео қызықты әрі пайдалы болса, менің арнама жазылып лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.